Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пинеткемізге бау тоқуды үйретемін. Бүгін біз пинеткемізге бау тоқу үшін осындай жіптен көрсетемін. Бұл жіп бізде Alize Merino Royal 50 грамда 100 метр. Пинеткенің бауымыздың ұзындығы 40 сантиметр болу керек. Ол үшін біз бірінші 137, где-то 140 сантиметр осындай жіпті бірінші белгілеп аламыз да. Ұзындығы осы именно жіптің ұзындығы 137-140, өздеріңіз қарайсыздар ғой. Одан кейін аламыз да бастаймыз. Бірінші осылай орап аламыз крючогымызға. Бір петля тоқып аламыз. Мына алдыңғы жіп 140 сантиметр, который мен алдын ала белгілеп өлшеп алған. Ал мынау артқы жіп біздің мотогымыздың жібі. Мен мынандай остаток мотоктан тоқып көрсетем. Мынау алдыңғы жіп, артқы жіп. Енді аламыз да алдыңғы жібімізді осылай іліп аламыз. Сонда бізде 2 петелька болып саналады. Осы 2 петелькадан артқы жіптен осы екеуінен шығаруымыз керек. Бір. Тағы да алдыңғы жіпті іліп аламыз да орап аламыз. Артқы жіпті өткіземіз осы петелькадан. 2. Тағы да алдыңғы жіпті іліп аламыз. Петелька жасаймыз. Сонда 2 петелька болды, ұстап тұрамыз. Артқы жібімізді 2 петелькадан өткіземіз. Тағы да алдыңғы жібімізді іліп аламыз. Ұстап тұрамыз. Артқы жібімізді 2 петелькадан өткіземіз. Осылай алдыңғы, артқысын өткіземіз. Тағы да алдыңғы петелька жіпті 1 петелька қылып өткізіп алдық. Артқы жібімізді осы 2 петелькадан өткіземіз. Тағы да алдыңғы жібімізді осылай өткіземіз. Артқы жіпті іліп аламыз да осы 2 петелькадан өткіземіз. Осылай алдыңғы жіп біткенше тоқимыз. Ұзындығы 40 сантиметр бау тоқимыз. Алдыңғы жіпті осы 137-140 сантиметр қылып бастап тоқсаңыздар, где-то 40 сантиметрдей бауларыңыз шығады. Біздің пинеткемізге как раз керекті бау. Соңында жіпті тығып тастаймыз.
пинеткиден осы бауды өткізіп, қазір бәрін көрсетемін. Алдыңғы жіпті аламыз, 2 петелькадан өткіземіз. Алдыңғы жіптен аламыз да, екінші петельден өткіземіз. Іліп аламыз, 2 петельден өткіземіз. Тағы да іліп аламыз. 2 петелькадан өткіземіз. Іліп аламыз. Алдыңғы жібіміз уже кішкентай болып қалды. 2 петелькадан өткіземіз. Іліп аламыз. 2 петелькадан өткіземіз. Бауымызды тоқып біттік. Енді бұл петельканы жабу керек. Былайынан тартып аламын да, байлаймын. 1, 2. Босап кетпес үшін осылай байлап аламын. Осындай бізде сүп-сүйкімді әдемі бауымыз шықты. Ал мынау бауды инемен өткізіп, арасына тығып жіберуге болады. Кейін пинеткиден қандай өздеріңізге бау ұнайды, сондай баудан тоқып істесеңіздер болады. Мына пинеткиді мен спицамен тоқыдым. Мына бауды да спицамен тоқыдым. Егерде осындай пинеткиді тоқып үйренгілеріңіз келсе, келесі мастер-классымызда осы пинеткиді көрсетемін, қалай тоқу керектігін, мынау бауды да қалай тоқу керектігін көрсетемін. Ал соңында осы пинеткимізге бауды өткізіп болғаннан кейін ұшын осылай байлап тастасаңыздар да болады. Сонда осындай бау шығады. Крючогым мен сол любимый 2,9 миллиметр. Менімен болғандарыңызға көп алғысымды айтамын. Егерде мастер-классым ұнаса, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.